Шаштағы беттен қалай құтылуға болады? Сәлем көрермендер. Бүгінгі видеомызда шаштағы беттен қалай тез әрі оңай зиян келтірмейтіндей құтылуға болатынын айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Шашқа жұққан беттен құтылу үшін бізге қымбат дәрілер немесе бензин секілді иісі өткір заттар қолданып керек емес. Бізге керегі қарапайым көкөніс майлары. Зәйтүн, күнбағыс, мүмкіндік болса кокос майы да болады. Алдымен майды жақсылап шаш арасына жағып аламыз. Тарақпен бір тарап арасын қалдырмай жағу керек. Сүлгімен орап қоямыз. Бұны жаттар алдында жасап, бір түнге қойғаныңыз дұрыс. Содан соң кез келген сусабын түрімен жылы сумен жуып шайып аласыз. Алдын алу мақсатында эфир майларын қолданыңыз. Эфир майлары паразиттердің шашқа паналауынан қорғайды. Құлақ артына жағып қойыңыз. Эфир майын дұрыс таңдай білу қажет, яғни таза, сапалы болуын қадағалаңыз. Тым өткір болса, иіс басыңызды ауыртуы мүмкін. Балаға қолданар кезде осыны есте сақтаңыз. Және алдымен теріге жағып аллергиялық реакция бере ме бақылап алыңыз. Бұл эфир майларын қолдану шашқа паразиттердің қонуын алдын алады. Егер де ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып, төменде комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырыңыз.